Сәлеметсіздер ме, құрметті 8-ші сынып оқушылары. Қалдарыңыз қалай? Бүгін біз Қазақстан тарих пәні бойынша, білім бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын орындайтын боламыз. Ең алдымен арнама тіркеліп, және де лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бізде бұл 4-ші тоқсанның ең алғашқы БЖБ-сы бөлім кеңестік Қазақстанның мәдениеті, әдебиет пен өнер бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Ал енді өзіміздің тапсырмамызды орындайық. Әдебиет өкілдерінің шығармалық мұрасына талдау жасаңыз деп бізге берілген екен. Шығармалық мұрасына талдау жасаңыз деген, енді мен бұл жерде Ғабит Мүсіреповке жазып кеткен болатынмын. Ғабит Мүсірепов 1927 жылы Тулаған толқындар повесі жарияланды. Бұл туынды Ғабит Мүсіреповтің ең алғашқы туындысы болатын. Кейін қазақ солдаты, оянған өлке, ұлпан секілді кесек туындылармен оқырманның жүрегіне жол таба білді. Ғабит Мүсірепов әңгіме жанрының өркендеуіне үлкен үлес қосты деп жазып аласыздар. Келесі бұл шығармалардың қоғамдық санаға әсеріне дәлел келтіріңіз деп бізге берілген екен. Ғабит Мүсірепов қаламынан шағын әңгімелер, драмалық шығармалар, эпикалық туындылар және тамаша аудармалар туды. Осындай туындылардың қоғамдық санаға әсер етіп, жалпы халықтың отанға деген сүйіспеншілігін, анаға деген махаббатын, қарапайым еңбек адамның ерен ерлігін насихаттады деп жазасыздар. Бұл шығармаларының жалпы қоғамдық санаға әсерін дәлелі болып келеді. Келесі, Сәбит Мұқанов. Алғашқы кітабы Совет өкіметі және қазақ әйелі өлеңдер, мақалалар, аудармалар 1924 жылы шықты. Бай баласы 1928, Мөлдір махаббат 1931, Теміртас 1935 романдары Қазақстандағы таптық күрес мәселелеріне арналған. Ботагөз 1938, Сырдария 1947-48 жылдары романдарында қазақ халқының тарихы суреттелген. Сұлу шаш поэмасында қазақ ауылындағы әлдінің озбырлығы мен әлсіздердің көрген қорлығын, екі жастың бір-біріне деген махаббаттары суреттелген деп жазасыздар. Келесі бұл қазақтың әйгілі жазушысы, қоғам қайраткері, Қазақстан ғылым академиясының академигі Сәбит Мұқанов өз туындылары арқылы кеңес халқын бірлікке, татулыққа және қарапайымдылыққа тәрбиеледі. Сәбит Мұқанов еңбектерін оқыған жалпы халықтың санасында кеңестік идеологияға қалыптасты деп жазасыздар. Келесі, Мұстафин жайында жазған. Қазақ әдебиетінің кең оқырман қауымына атақты Қарағанды шығанақ дауылдан кейін миллионер, ер шойын сияқты көрнекті туындылармен әйгілі болған. Ғабиден Мұстафин болды. Әртүрлі бағыттарға шығармаларын арнайы отырып, Сәрсен мен Боқаш атты әңгімесі жарыққа шықты. Келесі, Ғабиден Мұстафиннің алғашқы әңгімелерінің тақырыбы қазақ ауылындағы еңбек тақырыбы. Кейіпкерлері төңкерістің арқасында теңдікке қол жетіп, өздерінің бұрын шексіз қанап келген үстем тап өкілдеріне қарсы күресіп жаңа өмір құруға кірісе бастаған ауыл кедейлеріне арнады. Қазақ ауылының еңбекшілер ортасында бақытқа жету мұраттары нағыз шын мәніндегі еңбектің нәпақасын тауып, ерлік пен өрлікті қатар ұстаған халық мұраттарын
терең жазады. Жазушы ер шойын жинағының алғы сөзінде ауылдың жалшы кедейлері көрсетті. Бұл Ғабиден Мұстафин жайында толық ақпарат. Енді мен бұны үлкейтіп жазған болатынмын. Әрине, түсінікті болу мақсатында өздеріңіз осы мәтінді оқу арқылы қысқартып жазып алсаңыздар да болады. Келесі екінші тапсырма: қазақ өнерінің жаңа белеске көтерілуін салалар бойынша деректермен көрсетіңіз деп бізге берілген екен. Әдебиет саласында 1920 жылы соңы мен 1930 жылдың қазақ әдебиетшілерінің қатарында дарынды жастар Орманов, Сәрсенбаев, Аманжолов, Тәжібаев келіп қосылды. 1920 жылы басында қазақ әдебиетінде социалистік реализм сипат алды. Сондай-ақ шығармалары маркстік лениндік идеология қағидаларына үйлеспеген әдебиетшілер ығыстыру басталды деп жазасыздар. Келесі мәдениет саласында қазақ халқының шығармашылық мұрасын жинастыру мен жүйеге келтіру жұмысы азамат соғысынан кейін басталды. 1927 жылы сәуірде Әміре Мәскеуде, шілдеде Майдандағы Франкфуртта концерт берді. Әміренің таланты, тәнті болғаны белгілі. Этнограф Затиевич оның өнерінің үнемі біздің елде, шет елде насихаттаумен айналысты. 1927 жылы қаңтарда Мұхтар Әуезовтің Еңлік кебек драмасынан үзінділер қойылып, тұңғыш қазақ кәсіби театрлардың салтанатты ашылуы рәсімі өтті. Бұл Әміре деген көп жерлерге танымал болған. Жалпы бұлының толық жалпы фамилиясын айтсам, яғни Әміре Қашаубаев, бұл әрине өте танымал, атақты әртіс бола білген. Келесі ғылым саласында Қазақстанның геологиялық мектебі қалыптасты. 1946 жылы маусымда Қазақ КСР ғылыми академиясы филиалы ашылды. Елімізде жас ғалымдардың қатарының көбеюіне әсер етті деп жазып аласыздар. Ал бізде толық балл 9 балл. Осы 9 балдың толық 9 балын жинап отырмыз. Енді осы еңбегімді бағалап, арнама тіркеліп, және де лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.